Барлығы ақыл туралы. Әлеуметтік желідегі оғаш мазмұн. Экранда балмұздақ жейтін адам туралы. Иә, бұл қазір жиі кездеседі. Біреу мағынасыз контент жасайды, миллиондаған көріністерге ие болады және танымал болады. Бірақ бұл табыстың белгісі емес, уақытша сәннің белгісі. Нағыз құндылықтар ұнатулар немесе жазылушылармен өлшенбейді. Олар адамдардың жадында және жүрегінде ұзақ уақыт сақталады. Сырттан келгеннің бәрі тек ынталандыру бола алады, бірақ ішкі жұмысты ешбір жағдайда алмастыра алмайды. Ойлау бұл бұлшықет жаттығулармен салыстыруға болатын процесс. Шиеленіс пен күш-жігерсіз, конвульсиялар жай ғана атрофия. Неліктен сенім мен кеңес қауіпті болуы мүмкін? Сенім, дін ба, әлде билікте ме маңызды емес. Егер ол сынсыз болса, ол соқыр болып қалады. Бұл адамды аморфты етеді, өз бетінше ойлай алмайды. Кеңестер, олар итермелеу ретінде пайдалы болуы мүмкін, бірақ егер сіз оларды абайсызда ұстансаңыз, тәуелсіз шешім қабылдау мүмкіндігін жоғалтасыз. Адам сыртқы құтқарушыны іздегенде ол дін, немесе беделді тәлімгер болсын, ол өзінің ішкі ойлау қабілетін өлтіреді. Неліктен адамдар стандарттардан ақымақ болады? Пассивті қабылдау. Адам басқа адамдардың кеңестерін жай ғана тұтынғанда, ол өзінің ойлауын тоқтатады. Сынның болмауы, басқа адамдардың идеяларын талдаусыз қабылдау дамуды тежейді. Ми шаблон бойынша жұмыс істей бастайды. Прогресс иллюзиясы. Адамдар тенденциялар мен кеңестерге сүйену арқылы олар жақсарады деп ойлайды, бірақ іс жүзінде олар өздерінің бірегейлігін жоғалтады. Өз миыңмен өмір сүру деген нені білдіреді? Өзіңіз талдаңыз, естігеніңіздің бәрін сұраңыз және ақпаратты тексеріңіз. Өзіңізді жасаңыз, өз жауаптарыңызды табыңыз, жалпы қабылданған нәрсеге қарсы болса да, өз шешімдеріңізді жасаңыз. Істеп үйреніңіз. Нағыз білім дайын рецепттер арқылы емес, жеке тәжірибе арқылы келеді. Конвульсияларды қалай құруға болады? Мидың шиеленісуі, күрделі мәселелерді шешіңіз, ойлаңыз, дәстүрлі емес тәсілдерді іздеңіз. Шығармашылық, ақыл ойды дамытудың ең жақсы тәсілі. Бұл жазу, ойлап табу, немесе тіпті жаңа идеяларды шығару болуы мүмкін. Тәуелсіздік, шешім қабылдау, және олар үшін жауапкершілікті өз мойнына алу қабілеті өсудің ең маңызды ынталандыруы. Пассивті қабылдау мәселесі. Дайын кеңестерді іздейтін адамдар шынымен де өзінің бірегейлігін дамытуды тоқтатады. Олар басқа адамдардың идеяларын өздерінің идеялары ретінде қабылдайды және мынаны ұмытады. Кеңес тек бір қарағанда әмбебап. Бұл ешқашан бәріне жарамайды, өйткені әркімнің жағдайлары, тәжірибесі, мақсаттары әртүрлі. Біреудің ойы, біреудің өмірі. Басқалардың бергенін ғана пайдаланып, адам қуыршаққа айналады. Жаңа конвульсиялар қалай туады? Тұтыну емес, жасау, жазу, сурет салу, құрастыру, бұл шығармашылық ойлауды белсендіреді, және миды жаңа деңгейлерде жұмыс істейді. Сыни көзқарас, кез келген ақпаратқа сұрақ қою. Тек талдап тексергенде ғана шындықты табады. Оқу кешені. Қиын тақырыптарды ашу және ойландыратын әдебиеттерді оқу жаңа нейрондық байланыстарды жасауға көмектеседі. Нағыз даму. Индивидуалдылық. Әр адам өз жолын, әдістерін табуы керек. Тәуелсіздік. Тек жеке жұмыспен күш адамды ақылды етеді. Мағыналы әрекет. Жаңа нәрсе, мәтін, идеялар, жобалар жасау жеке күш-қуатты қажет етеді, сондықтан миды дамытады. Ойлау бұл басқа адамдардың кеңестерінде немесе догмаларында емес, адамның миында ғана туатын ішкі комбинация. Дамудың нақты жолы әрқашан қиын, бірақ жеке жол. Оқу процесі және әсіресе шығармашылық, ақыл ойды дамытудың күшті құралы. Оқыған кезде әсіресе терең әдебиетті, сіз жай ғана ақпарат алмайсыз, қиялыңызды талдау, түсіндіру қабілетін шыңдайсыз. Психикалық жаттықтырушы ретінде оқу. Оқиғаға кірісу. Сіз кітап әлеміне енген кезде миыңыз бейнелер жасау, көріністерді елестету және кейіпкерлердің уәждерін түсіну үшін белсенді жұмыс істейді. Бұл дамиды. Эмпатия. Сіз өзіңізді кейіпкерлер сияқты сезіне бастайсыз. Бұл сіздің әлеуметтік дағдыларыңызды тереңдетеді. Сыни тұрғыдан ойлау, кейіпкерлердің неліктен белгілі бір таңдау жасайтынын талдайсыз. Нейрондық байланыстар. Сіз жаңа факті немесе идеяны кездестірген сайын миыңыздағы нейрондар арасында жаңа байланыс пайда болады. Бұл байланыстар неғұрлым көп болса, сіздің миыңыз соғұрлым тезірек және тиімдірек жұмыс істейді.
жазу дамудың ең жоғарғы формасы ретінде. Идеялардың синтезі. Сіз әртүрлі көздерден ақпарат жинап, оларды біріктіріп, бірегей нәрсе жасайсыз. Бұл шығармашылық ойлаудың керемет дамуы. Жаңа әлемдерді құру. Жазу процесі сізді егжей-тегжейге, логикаға және құрылымға терең үңілуге мәжбүр етеді. Бұл бүкіл миыңызды белсендіреді. Үздіксіз оқу. Әрбір мәтін қиын. Сіздің интеллектіңізді дамыта отырып, жауап іздеуге мәжбүрлейтін жаңа сұрақтарға тап боласыз. Неліктен мұны өзіңіз жасау маңызды? Басқа адамдардың білімі сіздікі болмайды. Егер сіз жай ғана қайталап немесе көшіріп алсаңыз, миыңыз төмен белсенділік деңгейінде жұмыс істейді. Жаратылыс – бұл шиеленіс, бұл миды дамытатын ерік пен ақылдың шиеленісуі. Шиеленіссіз өсу болмайды. Нағыз интеллект дегеніміз не? Интеллект жинақталған білім ғана емес, оның негізінде жаңа нәрсе жасау қабілеті. Ақыл – нейрондардың қосындысы. Бұл комбинациялар адам белсенді түрде ойлағанда, талдағанда, жасағанда ғана пайда болады. Сіз оқыған немесе жазған кезде, сіз шынымен ішкі әлеміңізді кеңейтесіз. Ал бұл нағыз даму. Сонымен шығармашылық пен дербес ойлау арқылы интеллектті дамыту, адамды күшті және ақылды ететін негізгі қағида. Жазушылар мен режиссерлер неге сонша ақылды? Өнер туындысын, әсіресе әдебиетті немесе киноны жасағанда, сіз шынымен бәрін қамтитын боласыз. Әртүрлі жерлер, дәуірлер, адамдар және тіпті жоқ болуы мүмкін әлемдер. Сондықтан жазушылар, сценаристер мен режиссерлер интеллектуалдық және эмоционалды түрде дамиды. Олар бір уақытта бірнеше шындықта өмір сүреді. Менің өмірімде, өзіндік кейіпкерлер мен оқиғалар әлемінде. Өз тарихтарын жасау үшін пайдаланатын басқа мәдениеттерді, дәуірлерді және ғылымдарды зерттеуде. Ми максималды жұмыс істейді. Тұрақты талдау, сюжет, логика, кейіпкерлердің уәжі. Синтез, фактілердің, қиялдың және өмірлік тәжірибенің қосындысы. Болжау, оқырман немесе көрермен бір нәрсені қалай қабылдайтынын түсіну. Жүйелік ойлау. Жазған кезде үлкен суретті көру керек. Сонымен қатар диалогтан кейіпкердің кішігірім қимылына дейін әрбір ұсақ түйекті де ескеру керек. Ғимараттың жобасын жасап қана қоймай, әрбір кірпішін басына салып жүретін сәулетші сияқтысың. Шығармашылық таным әдісі ретінде. Жазған кезде сіз жай оқудан да көп нәрсені үйренесіз. Өйткені сіз ақпаратты өңдеп қана қоймай, өзіңіздің бірегей интерпретацияңызды, өз көзқарасыңызды жасайсыз. Мысалы, детективтік шығарма жазсаң, криминалистикамен ғана шектелмей, психологияны, адам мінез-құлқын, сот жүйесінің қыр-сырын зерттейсің. Сіз алыстағы ел туралы жазасыз ба? Оның мәдениетін, дәстүрін, табиғатын түсіну керек. Мұның бәрі сіздің ойлау жүйеңізге еніп, оны тереңірек және көлемді етеді. Эмоциялық интеллект. Жазушылар мен режиссерлер өз кейіпкерлерінің өмірін өмір сүруге мәжбүр. Бұл эмпатия мен адам табиғатын түсінуді дамытады. Сіз кейіпкерлеріңіздің ашуын, қуанышын, қорқынышын және махаббатын сезінесіз. Бұл шынайы өмірдегі адамдарды жақсырақ түсінуге көмектеседі. Қорытынды. Шығармашылық әлем бойынша ішкі саяхат сияқты, онда сіз бір уақытта зерттеуші де, жасаушы да боласыз. Сіз әлемді көріп қана қоймай, оны қайта ойлайсыз, оны жаңа мазмұнмен толтырасыз. Сондықтан да жаратушы адамдар әрқашан ерекше көзге түседі. Олар бір нәрсені бәрінен де көбірек білетін сияқты. Іске сәт. Видео ұнаса лайк басуды және жазылуды ұмытпаңыз. Авторы Ғалымжан Чауетов. Қазақстан.